Ассалаумалейкум достар. Бүгін Ақтөбе мен Қайсар арасындағы матч. Соны бүгін бірге көретін боламыз. Ал кеттік. Ақтөбе ойыншылары мінекей қыздар болып жатыр. Мінекей жұлдызды Мәни. Таныс адам ба? Ол Опучук. Сонымен ойыншылар алаңға беттеп келеді. Өкінішке орай ойыншы Нани қосалқы құрамда. Өте қауіпті момент болды. Қайсардың шабуылы және де соққы. Пас және де Заруцкий тағы да жарады. Қайсар командасы Ақтөбе қақпасына өте қауіпті момент жасады. Дегенмен де Заруцкий жарады. Қазан. Және гол! Емес. Өкінішке орай гол емес. Гол деп айтқанмын. Сәл жетпей алды. Шучиначев. Және Салайдиннен өте керемет пас. Өте керемет сейф. 25 минут кетуде. Есеп 0-0. Шучиначев. Сонымен достар, бірінші тайм 0-0 аяқталды. Ақтөбе тарапынан өте сүренсіз ойын көріп отырмын. Алайда екінші таймда кем дегенде бір гол соғады дегенге сенемін. Қауіпті айып тобы қазір Ақтөбе тарапынан болмақшы. Сонымен достар, Ақтөбе гол соқты. Гол авторы Ордец. Кенесов өте қауіпті соққы. Өкінішке орай офсайд және де Шучиначевке. Ал жергілікті Ақтөбе жанкүйерлері бұнымен келіспеуде. Дегенмен де ұмытпаған жөн, Қазақстан чемпионатында VAR жүйесі бар. Бәлкім пенальти болып қалуы мүмкін. Төреші VAR қарап отыр және де VAR расталды. Яғни офсайд расталды. Қауіпті шабуылдардың бірі. Соққы жасауға өте ыңғайлы позиция және де сәл жетпей қалды. Ақтөбе ойыншыларының соңғы сәтте гол соға алмауының себебі менің ойымша пас бермеуде.
достар, есеп 3-0. Ақтөбе өз алаңында Қайсарды жеңді. Тосын. Победа, рахмет. Достар, керемет нотада мен де өз видеомды аяқтайын. Соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Алға Ақтөбе!